жандар өтті ғой. Өткенді еске ала отырып осы уақытқа дейін сақтап, және де болашақ ұрпақтарымызға асыл мұра қалдыру. Қазақ халқымыздың асыл перзенті, тарихта айрықша орын алған тұлға Нығымет Нұрмақов. Ол кісі мемлекеттік және қоғам қайраткері болған. Яғни сол өңірде туылған жас Мағжан Жұмабаев пен Сәкен Сейфуллиндарменен білім алып, ағартушылықпен айналысқан. Өзінің аз ғана ғұмырында ол кісі саяси салаларында жұмыс істеп көптеген қызметтерді атқарған екен. Қазағымның қабырғасы қайысқан және де тәуелсіздік жолында жүріп, ұлт намысын қорғаған асыл жан Нығымет Нұрмақовқа сөз етеміз. Нығымет Нұрмақов Қарағанды облысында дүниеге келген. Бастапқыда ауылда ашылған орыс мектебінде білім алып, кейін Қарқаралыдағы 2 сыныптық орыс қазақ училищесін бітірген. Омбы семинарияда оқып жүріп, сондағы білім алушы жастар Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев, Әбілқайыр достарымен бірге бірлік атты мәдени ағарту ұйым құрады. Ұйым мүшелері Ресей үкіметін қазақ даласында жүргізіп отырған отаршылдық саясатына қарсы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізумен қатар, Омбы тұрғындарындағы қазақ халқының мәдениетімен таныстыру мақсатында әртүрлі кештер өткізіп тұрған. 1915 жылы Нығымет Нұрмақов Қарқаралыдағы өзі оқыған орыс училищесінде оқытушы болып қызметке орналасады. 1917 жылы күзде Дала одағы ұйымын құрады. Яғни 1918 жылы Қазақстан Ақ гвардия мен әскери төңкерісін жасап, кеңес үкіметін құрайды. Түрксіб темір жолын құруға атсалысқан, юстиция халық комиссары болған. Қазақ жастарының басын біріктіріп, бірлік ұйымын құрған. Жастарға білім алуды, маңыздылығын түсіндіруді қана қоймай, мәдени ағарту жұмыстарын қазақ тілінде кітап шығаруға сияқты мақсатты көздей отырып, патша саясатына қарсы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізген. Талай жастың білім алып, өз ісінің маманы болуына және қызметке орналасуына көп көмек тигізген. Көп кешікпей Колчак үкіметінің орнауына орай кеңес таратылып, ол бір топ жолдастарымен тұтқынға алынады. 18 ай түрмеде отырып, талай қиындықты басынан өткерген. Нұрмақов 1919 жылы желтоқсанда босап шығады. 1920 жылдары бастап Қарқаралыдан, сонан Семей уездік губерниялық атқару комитеттерінде бір қатар жауапты қызметтерді істеп, Қазақ тілі газетінің Қызыл Қазақстан журналының редакторы болды. 1922 жылы Орынборға ауысып, Қазақ өлкелі партия комитетінің бөлім меңгерушісінің орынбасары қызметіне атқарады. Сол жылы қазан айында өткен бүкіл қазақтық кеңестерді 3-ші съездік қазақ атқару комитеті төрағалығында құрамына сайланған, оған жоғары революциялық трибуналды басқару жүктеледі. Қазақ трибуналы 1923 жылы ақпанның 19-ында РКФСР жоғарғы сотының қазақ бөлімі болып құрылған тұста төрағалыққа тағы да Нұрмақов бекітіледі. Ал 1923 жылы мамырында оған әділет комиссары міндеті жүктеледі және сол жылдың күзінде дейін сот төрағасы қызметке қоса атқарады. Ол әділеттік комиссар ретінде прокуратура және сот құрылысына ежелден енгізген. Прокуратура және сот қызметкерлерінің білімін арттыру, біліктілікті жаңа кадрларды қалыптастыру, оларды қызметке тұрақтандыру, жалақыларын өсіру, тұрмыстық жағдайын жақсарту мәселелерін шешуде де табандылығының арқасында біраз жұмыстарын атқарды. Нығымет Нұрмақовтың басшылығымен сот тергеу органдары қазақ тілінде іс жүргізу қысқа мерзімде ішінде жүзеге асырылды. Сол қызметкерлердің барлық санының 60%-ға жуығы қазақтар құрады.
Заң саласында жүріп, сол тұсындағы қайшылықтардың бірін, қиыншылықтарын жоюға, әділетсіздік түрде жазаланған азаматтарды ақталуына ықпал жасаған. 1924 жылдан өлкелік партия комитетінің үгіт-насихат бөлімінің меңгерушісі, халық комиссарлар кеңесінің төрағасы қызметтерінде атқарады. Ол еліміздің тұңғыш конституциясы жобасы әзірлеу комиссиясының мүшесі, қазақ әліпбиінің құрастыру комиссиясының төрағасы болады. Алғашқы қазақ драма театрын ашуға үлкен еңбек сіңірді. Нұрмақов Голощекиннің қазақ даласында кіші қазан төңкерісін жасау керек деген арандатушылық пікірін және де халық малын тәркілеуге бағытталған шараларына үзілді-кесілді қарсы болып, оған ашық қарсы шықты. Халық жауы деп сұмдық құрбаны болған екен. Нығмет Нұрмақов 1937 жылы 3 маусымда Мәскеудегі пәтерінде тұтқындалып, қыркүйектің 27-сінде айбынды мойынды алып, 3 түн үкіммен 15 минутта тағдырға шешілген екен. Нығмет Нұрмақовты тұтқындалғаннан кейін оның ізінен оның жұбайы Зөфнун Ибраева де ұстап алып кетеді. Мәскеудегі Бутырка түрмесінде, одан соң Каролина, Ақмола, Алжир лагерінде 17 жыл айдауда болады. Олардың балалары Тамара және Ноян бір-бірінен бөлініп, біреуі Саратов, екіншісі Пенза облыстарына балалар үйлеріне қамалады. Нығмет Нұрмақовтың өмірі аз болса да, оның өмірі маңызды болды. Саналы өмірін парасатты парызымен ұштастырып бірген. Оның әрбір тарихи қадамы қазіргі және келешекке ұрпаққа өнеге үлгі, өшпес мұра. Мұны біз ешқашан ұмытпаймыз.